Саламатсыздар ма? 2020 орта мектептің 9 сынып оқушысы Жолдасбек туған жетекші Құлықбай туған дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Тақырыбы агрономия және ауыл шаруашылығы суарма қарбызының болашағы. Мақсаты қарбыздың өнімдігін арттыру үшін тиімді суару әдістерін анықтау. Топырақтың құнарлылығын анықтап өсімдікке оңтайлы жағдай жасау. Экологиялық және экономикалық тұрғыда тиімді шешім ұсыну. Міндеттері тиімді тәсілмен бақша дақылдарын егу, өнімнің сапасы мен санын арттыру, суармалы тәсілмен емес, су алмалы тәсілмен тиімді қадағалау. Зерттеу жұмысының өзектілігі жергіліктердің ауасы мен суын төзімді топырағын 40 күнде тез пісетін бақша дақылдарын алу. Биологиялық, экономикалық тұрғыда тұрғысынан кәсіпкерлікті бағыттап бизнес жоба жасау. Зерттеу әдістері, лаборатория зерттеулері, топырақтың ылғалдағы деңгейі, заттардың құрамында тексеру. Деректерді талдау, өнімділік көрсеткіштері, су тиімсіз және топырақтың жағдайы қатынасы деректері, статистикалық талдау. Күтілетін нәтиже жергіліктердің сумен тәсілмен егін егу, ауыл көлемінде шын кәсіпкерлікті қолға алу, бизнес көзін айналдыру және қаржыландыру, отбасылық кәсіпкерлікті бағыттау. Нәтижелерін талдау, өнімнің көрсеткіші, суарма қарбыздың орташа өнімділігі, судың тиімділігі, жер асты суын пайдалану, экологиялық әсер, топырақтың құрылымын және сапасын тигізетін әсері. 2020 жылы жұмысы мамандық жылы. Елбасы жолдауында бірінші басымдық бойынша 4-ші бағытта айтып өткендей, аграрлық сектор экономиканың жаңа драйверіне айналып керек. Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенінің болашағы зор. Зерттеу бөлімі суарма егілетін қарбыздардың адам ағзасына тигізер пайдасы. Емдік мақсатының қарбыздың шығынды бөлігі мен қабығы және дәрілерін пайдаланылады. Бірінші, қарбыздың тәтті бөлігі мен шырынын шөл басады. Дәндері қан тоқтататын және ішкі құртты түсіреді. Үшінші, қарбыздың беріктері құмды түсіріп, несеп жолдарын жүргізеді. Бауыр ауру, сары ауруға емдік қасиеті мол, холестеринді шығарады. Жүрек қан тамырларының айналасында пайдалы қансыздық құтылады. Алтыншы, қарбыздың шығында табиғи қышқылы мен тұздары болмайды. Жетінші, қарбыздың зікірге бай. Қарбыздың артық салмаққа артылады. Қарбыздың 100 граммның шырынан 38 калорийға болады. Қарбыздың құрамы фруктаза, азот заттарынан темір минералды тұздар, көмір, B2-сі және көпі дәрумендері бар. Бизнес жоспардың туралы қысқаша ақпарат. Жергіліктердің суарма қарбыз егісі үшін қарбыздың егетін жерді таңдау, жерді өңдеу, қарбыздың асыл энергетикалық сортын таңдап алу, арамшөптерден тазарту, суармалы тәсілді пайдаланып қадағалау, өнімді жинау, сапалы экологиялық өнімді халыққа қолжетімді бағада ұсыну, жұмыссыз жүрген жастарға жұмыс көзін қамту, елге игілі іс жасау. Суарма қарбыздың егінді шығыны, барлық шығын 203.150 теңге. Суарма қарбыздың пайдасы, ал жалпы сома 1 тоннасы 1000 килограмм 100.000 теңге құрайды. Шығынды өтеу үшін 300 тонна 3000 килограмм 300.000 теңге құрайды. Енді пайда болжамы, бір күнде 20.000 теңге пайда болса, шығыны 10.000 теңге болып, таза пайда 40.000 теңге. Bir ayda пайда 1.500.000 теңге, шығыны 300.000 теңге, таза пайда 1.200.000 теңге. Ал 4 айда 6 миллион теңге, шығыны 1.200.000 теңге, таза пайда 4.800.000 теңге. Мынау бізде таза пайда неге пайда болды деп ойлайсыздар? Біздің машинаға тиеген қарбыздарды шығарып, болмаса қаралар шығатындарын осы шығынға алып тұр. Және де осы таза пайда 4.500.000 теңге. Суда талдау, күшті тұсы, жыл мезгілінде 4 айда өнім береді, көптеген күнді қажет етпейді. Экологиялық таза зат, тәтті сұранысқа ие. Әлсіз тұстар, жер телімін дайындау барысында шығындар болуы, агрономика бөлімінің жеткіліксіздігі. Мүмкін қарбыздың қолжетімді бағада болғандықтан тұтынушыларға сұранысқа бар. Қауіпті қатері арамшөптерден қорғауға уақытымен арамшөптерден қорғау. Екінші, уақытымен қадағалап тұру. Үшінші, климаттың өзгеруге байланысты. Ұсыныс, ауыл шаруашылығы суарма жерге қарбыз егуге дамытылса, бақша дақылдарын көптеген егуге әкімшілік тарапынан қолдау болса, қорытынды бизнес жоспардың болашағы болжам. Ауыл шаруашылық өнімінің өндірісіне
өндіріс пен ішкі өнімнің дамуына, кәсіпкерлікті дамыту, суармаларды өсіріп, ауыл халқын және жақын елді мекендерге таза табиғи ортада өсірген өнімді халық денсаулығына жақсартып, және косметикалық өнім дайындауға ықпал жасалады. Қазақстанда агрономия саласында еңбек еткен танымал мамандарымыз бар. Қызылорда облысы тумасы, Албан агроном, Тұрмағанбет Істілеу ауыл шаруашылық техникумының агрономия бөлімін бітіріп, жеміс-жидектерді тиімді сортта өсірумен айналысқан. Ол агрономия мамандарының қатысуы оқу орындары, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті, Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті, Астана. Мамандардың бәрі осы агрономия мамандығына жатады. Және де осы мамандыққа шақырамыз.